Қайырлы күн, құрметті достар. Бүгін біз сетевой бизнеста ең керек лидерлер туралы сөйлейміз. Үлкен чекке шығу үшін, үлкен команда болу үшін сіздерде міндетті түрде лидерлер болу керек. Екі жол бар лидерді табу. Немесе сіз өзіңіздің командаңызда оны өсіресіз, тәрбиелейсіз. Яғни сіз өзіңіздің командаңызда дистрибьюторыңызға инвестиция жасауыңыз керексіз. Оларды оқытасыз, үйретесіз. Бұл бірінші жол. Немесе екінші жол, басқа компаниядан дайын маман алып келеміз дейсіз. Ол үшін қаражат керек, себебі оны сіз сатып алуыңыз керексіз. Оны бір қызықтыруыңыз керексіз. Яғни ана жерде де инвестиция болу керек. Бірақ бұл жерде айырмашылығы мынандай, қараңыз. Егер де сіз өзіңіздің командаңызды өзіңіз тәрбиелеп, оны с нуля көтерсеңіз, ол сізге сенімді болады. Ал сырттан бір адамды алып келсеңіз, 50-50. Себебі ол нақты уже ақшаға келетін. Тағы да бір үлкен мәселе, не үшін лидерлерге біз инвестиция салуымыз керекпіз? Егер де өзіңіздің командаңызда адамдарыңызға осылай инвестиция салмасаңыз, басқа компаниядан біреу келеді, сіздің адамдарыңызды осылай сатып алады.